Сәлеметсіздер ме балалар, бізде бүгін 45-ші сабақ, нәтиже сабақ, мен не үйрендім. Алдымен балалар, біздің каналымызға тіркеліп, лайк және қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Бірінші жаттығу монологты мұқият тыңда. Күй қадірін кім білген, тыңдадым, ұққан сияқтымын, бірақ көкірегіме құя алмадым. Домбыра қонбай қойды маған. Не істемеді дейсіз? Қай пернеден соң қай пернені басу керегін, қай тұста неше рет қағу қажетін жаттап та көрдім. Бір жаттайсың, екі жаттайсың, қашанғы жаттай бересің? Басыма шелпек жастап, қойныма домбыра алып ұйықтап та көрдім. Менің түсіме домбыра да шелпек те кірмеді. Әйтеуір сол күні өзіме домбырашылық өнердің ешқашан дарымайтынына нық сеніп ояндым дейді, иә? Мұхтар Мағауиннің жазбасынан. Енді балалар сұрақтарға жауап береміз. Автор не тыңдады дейді? Автор күй тыңдады, иә? Келесі сұрақ: домбырашы болу үшін не істеді дейді. Пернелерді жаттады, басына шелпек жастанып, қойнына домбыра алып ұйықтады дейміз. Келесі үшінші: қалай ойлайсың, ол домбырашылық өнерді таңдады ма, таңдамаса неліктен таңдамады дейді. Автор домбырашылық өнерді таңдаған жоқ, себебі өзіне ол өнердің дарымайтынын түсінді деп жаздық. Келесі: ойыңды дәлелдеу үшін керек сөз тіркесін таңда дейді. Осы екі сөз тіркесін біреуін таңдаймыз және ойыңды дәлелдеп жазғаныңды парталасыңа оқып бер. Оның жазған жұмысына пікіріңді білдір, қате кездестіме, оны қалай түзетуге болады дейді. Балалар, біздер талантты болу керек деген сөз тіркесін таңдадық. Яғни адам өнер жолына түсу үшін оған алдымен талант берілу керек. Егер сенің ән айтуға қабілетің болмаса, қанша жерден жаттықсаң да жақсы әнші болып шықпайсың. Сол сияқты суретші, музыкант, биші болу үшін де қабілет берілу керек. Келесі екінші жаттығу: жоғарыдағы мәтіннен сызбаға сәйкес сөйлемдерді құрап жаз дейді. Міне балалар, кім нені қайткен деген сызбаға біздер автор домбыраны үйренуге тырысқан дедік. Не кімге не істеді дегенде домбырашылық өнер авторға дарымады деп жаздық. Енді сөйлем мүшелеріне талда дейді. Міне балалар, сөйлем мүшелеріне талдадық. Қайсысы дара, қайсысы күрделі мүше екенін айт. Сөйлем мүшелерінің астын тиісті сызықтармен сыз дейді. Міне балалар, бірінші автор домбыраны үйренуге тырысқан дегенде біздер үйренуге тырысқан бұл күрделі баяндауыш. Қалғандары дара мүше, үйренуге тырысқан ол күрделі мүше. Домбырашылық өнер авторға дарымады дегенде домбырашылық өнер не? Яғни бұл күрделі бастауыш, ал қалғандары дара мүшелер. Келесі тапсырма: төмендегі сөйлем түрлерінің айырмашылығы неде? Ойыңды дәлелде дейді. Жай сөйлем және құрмалас сөйлем. Балалар, жай сөйлем дегеніміз, яғни ол бір ғана аяқталған ойды білдіретін сөйлемді айтамыз, ал құрмалас сөйлем деп екі немесе одан да көп жай сөйлемнен құралатын сөйлемдерді айтамыз. Келесі үшінші жаттығу: мәтіннен сызбаға сәйкес бірыңғай мүшелері бар сөйлемді тап дейді. Қараңыздар балалар, бізге сызба берілген. Бұл жерде енді үш бірыңғай мүшесі бар сөйлемді тап деген екен, бірақ бізде мәтінде ондай сөйлем жоқ. Бізде мәтінде екі бірыңғай мүшесі бар сөйлем бар. Мысалы, менің түсіме домбыра да, шелпек те кірмеді. Яғни домбыра да, шелпек те деген бірыңғай мүшелер. Бірыңғай мүшенің күрделі мүшеден өзгешелігі неде? Анықтамалықтан сұраққа жауап болатын мәлімет жина дейді. Міне балалар, біздер сөйлемнің бірыңғай мүшесі дегеніміз не, күрделі мүшесі дегеніміз не және олардың өзгешелігі неде екені туралы мәлімет жазып қойдық. Келесі төртінші жаттығу: мақаланы оқып бөліктерін қалпына келтір дейді. Қараңыздар балалар, бізде мақаланың бөліктері әр жерде берілген, оны біздер осылай қалпына келтірдік. Енді тапсырма бойынша мұражайға қашан кіммен барғаныңды, не көргеніңді айтып мақала жазған мақалаңды сыныптастарыңа оқып бер дейді. Біздер мұражайға саяхат деген тақырыпта осындай қысқа мақала жаздық. Шағын осы мақаланы жазып алсаңыздар болады, немесе өздеріңіз мұражайға барған болсаңыздар осыған ұқсатып мақала жазып шықсаңыздар болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.